Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Әбішев Қуаныш Қазизұлы 220 орта мектебінің бейінді оқыту жөніндегі орынбасары болып қызмет жасаймын. Біздің оқушыларымыздың және ата-аналардың өтініштері бойынша мектебімізде факультатив және таңдау курстары ұйымдастырылады. Осыған байланысты пән мұғалімдері өздерінің авторлық бағдарламаларын әзірлейді. Жалпы авторлық бағдарлама 5 кешен бойынша ұйымдастырылады. Осыған орай мектебіміздің физика пәнінің мұғалімі Мұстафаев Болат авторлық бағдарламаларының әзірлеу жолын сіздерге ұсынатын болады. Авторлық бағдарлама кешені негізінен 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі бағдарламасы және күнтізбелік тақырыптық жоспары. Екінші бөлімі оқулық, үшінші бөлімі 34 сабаққа негізделген қысқа мерзімді жоспары. Төртінші бөлімі оқушыларға арналған жұмыс дәптері. Бесінші бөлімі бұл дидактикалық материалдар. Жалпы авторлық бағдарламаның кешенін жасау үшін алдымен титул бетіне тоқталайық. Титул бетінде мекеменің атауы, мекеме басшысының қолы және бекіту мерзімі. Сонымен қатар титул бетінде дәл ортасында тақырыбы, бағдарламаны жүзеге асыру мерзімі. Менде бұл 1 жылға арналған. Егер бағдарламаңыз көлемірек болатын болса, онда 2 жылға да жасауға болады. Сынып 10 сыныпқа арналған. Авторлық бағдарламаның авторының аты жөні және қызметі қарастырылу керек. Авторлық бағдарлама кешенінің бірінші бөліміне тоқталатын болсақ, жалпы бағдарламаның бірінші бетінде түсінік хаты орнатылады. Бұл түсінік хатында осы тараудың, осы қолданбалы курстың негізгі тақырыптары және оның негізгі маңыздылығы айтылады. Жалпы курстың мақсаты бұл оқушылардың бейімділігіне, икемділігіне, сұранысына байланысты жасалынады. Сондықтан менің бұл жерде курстың мақсаты оқушылардың теориялық білімін ұғындыруға, практикалық жұмыстарды жасауға және ОБТ кезінде есептерді шығарудың тиімді әдістерін меңгертуге бейімделген. Курстың негізгі міндеттері бұл оқушылардың білімділік және дағдыларын беріп қалыптастыру, логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, сонымен қатар оқуды өмірмен тығыз байланыстыру, кәсіптік бағдарлық мәселелерін шешу. Күтілетін нәтижеде оқушылар теориялық білімдерін ұғынады және де ОБТ кезінде есептер шығару кезінде тиімді әдістерін меңгереді. Сол сияқты практика жұмыс кезінде, жұмыс жасау кезінде өмірмен тығыз байланысты бола алады. Оқушы дайындығына қойылатын талаптар: оқушы нені білу қажет, оқушы нені жасай алады. Пәнаралық байланысты менде математика, сызу, география, информатика пәндері енгізілген. Оқушы инженер-техник, кеншілер, лаборант, мұнайшы, ғарышкерлер мамандығына кәсіби бағдарланады. Мендегі осы курстың уақыт саны 34 сағат, аптасына 1 сағат. Тақырыптық жоспар мазмұнның бағдарламасы негізгі кіріспе бөлімінен, негізгі бөлімдерден және негізгі сабақ құрылымдарынан тұрады. Осында әрбір сабақта есептер шығару және көрсетінділер қарастырылу керек. Күнтізбелік тақырып жоспары негізгі мынандай бағандардан тұрады: реттік саны, сабақ саны, тақырыптық мазмұны, сағат саны, мерзімі, әдебиеттер, сарамандық жұмыстар және көрнекіліктер. Осы тақырыптық жоспарда негізгі тақырыптары және онда осы тақырыптың аясында практикалық жұмыстар, есеп шығарулар негізі көптеп берілген дұрыс. Өйткені практикалық жұмыс кезінде оқушылардың деңгейлік, ойлау деңгейлі, өмірмен байланыстылығы арта түседі. Курсты ұйымдастыру формасын аяқтау негізінде лекция, зертханалық, топтық, жұптық оқыту әдісі және тест әдістерін пайдаланады. Лекция кезінде оқушылар теориялық білімін алатын болса, зертханалық кезінде оқушылардың ойлау қабілеттері артады. Сонымен қатар курсты оқытудың аяқтау формасында оқушылар реферат дайындайды, баяндама жасайды, жоба қорғайды. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағдарлау жүйесі 10 балдық жүйеде берілген. Жалпы 10 балдық жүйе жоғары, орташа және төменгі деңгей болып бөлінеді. Осы оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау негізінде тест тапсырмалары, бақылау жұмысы, физикалық диктант және сынақ тапсырмалары алынады. Олардың барлық күнтізбелік жоспарда енгізілген. Және де осы курсты аяқтау
кезінде оқушылардың сұранысына байланысты реферат тақырыптары алынады. Жоба қорғау тақырыптары алынады. Курс негізінде ресурстарды көптеу енгізу мақсатында мұғалімдер үшін және оқушылар үшін пайдаланатын әдебиеттер енгізілген. Авторлық бағдарлама кешенінде екінші бөлімінде оқулықтар тізімі қарастырылған. Осы оқулықтар арқылы оқушылар, мұғалімдер үшін және оқушылар үшін осы бағдарлама негізінде ресурстар алынады. Авторлық бағдарлама кешенінде үшінші бөлімінде 34 сабаққа негізделген қама жасалды. Жалпы қысқа мерзімді жоспар жаңартылған білім беру аясында жасалынады. Онда сабақтың мақсаты, тақырыбы, ойлау дағдыларының деңгейлері, бағалау критерийлері, тілдік мақсаттары, рефлексиясы барлығы қамтылу керек. Авторлық бағдарлама кешенінің 4-ші бөлімінде оқушылардың жұмыс дәптері енгізілген. Оқушылардың жұмыс дәптерінде сұрақ жауаптар, деңгейлік тапсырмалар және де тест тапсырмалары, сол сияқты материалдарды қамтуға болады. Авторлық бағдарлама кешенінің 5-ші бөліміне дидактикалық материалдар енгіземіз. Дидактикалық материалдарда оқушының қызығушылығына байланысты және осы курстағы кейбір тақырыптарға сәйкес деңгейлік тапсырмалар және анаграммалар және физикалық есептер, сонымен қатар суреті бар сұрақтар және тест тапсырмалары қарастырылған. Авторлық бағдарлама кешенінің негізінен 5 бөлімнен тұрады. Бірақ алдын ала орта мерзімді жоспарды жасап қойған тиімді. Орта тиімді болу себебі оқып үйрену негізгі мақсаттары алынады осы ОМЖ-дан. Ол мақсаттарын қысқа мерзімді жоспарында біз пайдалана аламыз. Менің классикалық механика тақырыбында алынған авторлық оқу әдістеме кешенінің 5 бөлімі біріктіріліп, апробациядан өтіп, лицензиясы алынады. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.